Бизнестің жол картасы 2025 бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 4 бағытта іске асырылады. Бұл кредиттік пайыздың мөлшерлемесін субсидиялау және сол кредиттерді кепілдендіру, жетіспейтін инфрақұрылым жеткізу және мемлекеттік гранттар ұсыну. 2018 жылдан бастап кредитті субсидиялау мен кепілдендіру бағдарламасы кәсіпкерді қолдау қоры, даму қорына берілді. Осы бағдарламаны қолдану үшін сізге өзіңіздің қызмет етіп жатқан банкіңізге жүгіне аласыз. Бүгінгі таңда банктер даму қорымен белсенді жұмыс істейді. Бұл бағдарлама автоматтандырылған. Мемлекеттік гранттар ұсыну бағдарламасы жергілікті атқарушы органдар арқылы іске асырылады. Биыл мемлекеттік гранттарды ұсыну бағдарламасы қолдау KZ портал арқылы автоматтандырылған. Бұл бағдарламаға қатысу үшін сізге міндетті түрде Атамекен палатасында оқу өту керек, оқу сертификатын алу керек, сонымен қатар бизнес жоспар жасау керек болады. Мемлекеттік грант бағдарламасы бізде жыл сайын өткізіледі, және де көптеген кәсіпкерлер қатысады, жылына 200-300 кәсіпкер қатысады. Енді сол кәсіпкерлердің ең басты қателіктерінің бірі өзін жасаған бизнес жоспарын толық меңгермейді. Осы конкурстық комиссияға қатысушыларға беретін кеңесім, өзінің бизнес жоспарын нақты дайындап, нақты мәзірлеп, нарықты зерттеп, бұл жоба, бизнес жоба керек па халыққа, керек емес па, оны қай жерде салатын, кімге сататын, бизнес жоспарда сатып алатын заттарды алдын ала қай жерден сатып алатын ұйымдастырып. Себебі бұл бизнес жобаларды конкурстық комиссия қарастырады. Конкурстың комиссияда біраз сұрақтар болады. Сол сұрақтарға дайын болу керек. Ол дайын болу үшін жаңа мен айтып кеткен заттардың бәрін дайындап, зерттеп, 100%-ға дайын болу керек. Бизнес жол картасы 2025 бағдарламасы аясында бизнестің аумағына дейін жетіспейтін инфрақұрылым жеткізу бағдарламасы бар. Бұл бағдарламаға қатысу үшін сіз қолдау KZ порталына қажетті құжаттарды тапсырасыз. Осы жылдан бастап бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында микронесие беру қарастырылған. Бұл микронесие 20 миллион теңгеге дейін 6%-ық мөлшерлемесінде қарастырылған. Егер де 5 миллион теңгеге дейін кредит қарастырылатын болса, ол кезде тек дамудың кепілдіру 85%-ығы қарастырылады. Оған кепілдік керек емес.